Сәлем достар, бұл мен сіздермен бірге Жаннар. Бүгін Scary Teacher'дің көптен күткен соңғы және де 14-ші бөлімін бірге ойнайтын боламыз. Каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Достар, бүгінгі ойында Scary Teacher'дің 14-ші бөлімінде өте қызықты, күшті ойын болайын деп тұр. Бастысы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық видеомызды, ойынымызды. Кеттік. Достар, қараңыздар, үйінің алдына осындай үлкен ақ ішінде белгісіз не бар екенін, осындай қызықты бір қорап қойып кетіпті. Так, енді бізде не істеу керек? Бізге ең алдымен 3 затты тауып алу керек. Даже 3 зат емес, 4 затты алу керек. Әрине, бірінші сарайға кіреміз. Сарайда бар ма, жоқ па, бізге керек затты қараймыз. Мұнда бізге керекті заттар жоқ екен. Так, сіздерге айта кетейін не керек екенін. Ең алдымен бізге скотч керек болады, және де қайшы сияқты коробканы кесетін керек болады, және бізге араның ұясы керек болады. Араның ұясын оны сіздерге қазір қай жерден алатынымды көрсетемін, және ең соңғысы бізге қолбақ керек болады. Қолғап, яғни қара қолғап керек болады. Оны қазір қайдан аламыз? Бәрін көрсететін боламын. Так, достар, біз сатымен 2-ші қабатқа көтерілдік. Ең алғашқы бірінші затымызды таптық, скотчты. Енді бізге 2-ші зат тауып керек. Как раз осы бөлмеде 2 затымыз тұр екен. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл күнделікті өмірде керек заттар. Коробканы қазір кесіп ашатын боламыз осымен. Енді бізге қалған 2 зат табу керек. Оны қазір видео барысында қарап отырыңыздар. Scary Teacher ол қазір келесі жақта жүр екен. Бізге енді осы моментті жібермей, шансты жібермей, тездетіп қолбақты іздейміз, қолғапты. Так, қара қолғапты алдық. Енді бізге соңғы бір зат қалды. Ол ең соңғы араның ұясы. Араның ұясын біз қазір қайдан іздейміз? Так, оны біз қазір ағаштардан сыртқа шығып іздейтін боламыз. Ой, достар, ол менің қазір артымнан қуып келе жатыр. Мен негізі ойладым, ол мен қазір көрмей қалса, мен тезірек түсіп кетемін деп. Бірақ оның көзі өте қатты көргіш па, солай. Ол мені сразу көріп қойды. Поэтому мен сыртқа шықтым. Как раз бізге де сыртқа шығу керек болған. Мені қазір ол есік алдында күтіп тұр. Бізге енді не істеу керек? Үйіне кіру керек па, кірмеу керек па, қалай ойлайсыздар? Әрине, кірмейміз. Мен просто оны кішкене алдату үшін, менің артына қуу үшін, солай үйлерінің қасында жүрмін, есіктің алдында. Мына видео жоғарғы жағында көрсетіп тұр, ең соңғы зат қалды, араның ұясы. Так, енді соны іздеуге кірсек, бізге тезірек жүгіру керек. Мына жерде кішкене ғана загрузка болып қалды, не екен білмеймін. Енді біз жүре беру керек, тезірек. Қараңыздар, ағаштардың арасында бізде араның ұясы жасырулы тұрады. Оны тауып алатын боламыз. Қараңыздар. Так, бізге осы саунасының жанында болу керек, ағаштардың жоғарғы жағында. Мына жерде жоқ. Екінші ағаштарда жоқ. Достар, мен тапқан сияқтымын. Достар, біз таптық. Енді бізге оны алу үшін осындай ағаштан жасалған сатын аламыз. Енді осыны ағашқа дәлдеп қоямыз. Қараңыздар, мен қойдым. Енді мінеміз үстіне, және осы араның ұясын аламыз. Так, қалай алуға болады енді бұны? Мына жерде қызыл шыққан кезде алынады. Ол шықты. Қазір күтіп кете тұрыңыздар. Алдым, достар. Мен қолғапты кимесем, яғни ара мені шағып алады. Поэтому сіздер міндетті түрде қолғапты киіп алыңыздар қолдарыңызға. Енді бізге ең соңғы шарт қалды орындайтын. Бізге тез асхана бөлмесіне кіріп, тезірек коробкаға салып кету керек. Мне кажется, ол қазір асхана бөлмесіне келе жатыр. Ас бөлмесіне, яғни. Бізге тезірек баспалдаққа көтерілу керек. Ол қазір мені көріп қойса, білесіздер ғой енді. Ұстап алса, тағы да жүреміз қашып. Сондықтан бізге уақытша секунд или минут
баспалдаққа міне тұрамыз. Ол қазір көрдіңіздер ме? Менің осы сыртта екенімді, ас бөлмесінде жүр екенімді сезді. Поэтому ол есіктің алдына келді. Мен сатыға көтеріліп кеттім. Мен достар қатты тезірек осы ойынды жеңгім келіп тұр, потому что бұл ең соңғы бөлім болғандықтан. Қазір қараңыздар. Біз қазір ас бөлмесіне кірдік. Ол қазір қай бөлмеге бара жатыр екен. Мен шетте өзі қойып кеткен қақпанды басып кеттім. Ладно, енді ештеңе етпес. Ол қазір телевизор бөлмесіне кіріп бара жатыр. Телевизор қарауға сияқты, наверное. Енді есікті тезірек ашамыз. Бұл жолы бізге тезірек қимылдау керек, потому что ол қазір бізді көріп қояды. Қараңыздар, дәл жап-жақын жерде тұр. Так, енді бізге осы коробканы кесеміз. Ол орнынан тұрып кетті, достар. Тездетеміз. Вот, араны саламыз және мына жерде скотчпен ораймыз. Ол бізді көріп қойды, достар. Біз қайта ойын шартын барлығын дұрыстап орындадық. Енді бізде қалғаны терезеден секіріп кеттім. Бізде осы ойында обязательно жеңеміз, потому что біз барлық шарттарды орындадық. Сіздер де осылай орындаңыздар. Енді сәл ғана күтейік. Ол қазір екінші этажда жүр екен. Бізге енді жүре берейік алға қарата. Біз ойын шартын бәрін орындадық, дұрыс. Енді кайфпен кетіп бара жатырмын. Орындадым мен, достар, деп. Вот, достар, қараңыздар. Ол қазір коробкасын ашты. Ол осындай плоскобус, табір бірдеңелерді алып жатыр. И араны алды. Ол бетін шағып алып жатыр. Маза бермей. Біз бұл ойында жеңдік, достар. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.